Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Менің аты жөнім Әлібай Анель Берікқызы. Нұр-Сұлтан қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің өнер пәні мұғалімімін. Жалпы, функционалдық сауаттылық жайлы сөз еткенде, оқу, жазу және де әртүрлі математикалық есептерді шығару қабілетін айтамыз. Оқу процесіндегі негізгі міндет осы дағдыларды қалыптастыру және дамыту болады. Өйткені тез дамып келе жатқан әлемде негізгі дағдыларды меңгеріп қана қалу жеткіліксіз. Соның ішінде күрделі сөйлеу орамдарын түсіну және олардың негізгі тезистерін анықтау қажет. Практикалық іс-әрекет барысында туындайтын мәселелерді шешудің оңтайлы жолдарын таба білу және табылған шешімдерді жүзеге асыру қажет. Осыған байланысты оқу бағдарламаларының жаңартылған мазмұны жағдайында оқу пәндерін оқытудың заманауи әдістемесі оқушылар бойында функционалдық сауаттылықты дамытуды көздейді. Сонда функционалдық сауаттылық дегеніміз не? Ересек өмірде табысты болу үшін оқушылардың бойындағы бар білім неліктен жеткіліксіз болып қалды? Педагогика ғылымдарының докторы Семен Вершловский мен ғылым кандидаты Марина Матюшкинаның пікірінше, функционалдық сауаттылық адамның алған білімі мен дағдыларын әлеуметпен өзара әрекеттесу жағдайында пайдалану қабілеті. Яғни бұл адамға сыртқы ортамен қарым-қатынас орнатуға және оған барынша тез бейімделуге және онда функциялар орындауға мүмкіндік беретін сауаттылық деңгейі. Бұл жылдам өзгеретін қоғамдағы барлық адамдарға қажет қолданбалы білімдер негізінде әртүрлі қызмет салаларындағы өмірлік мәселелерді шешу қабілетінен көрінеді. Қазіргі заманғы функционалдық сауаттылық ұғымы қарапайым қабілеттер, дағдылар шеңберінен асып кетеді және біртіндеп қоғамдық және мәдени өмірдің неғұрлым кең салаларын қамти бастады. Егер PISA білім беру сапасын бағалау жөніндегі халықаралық бағдарламасының тұрғысынан қарастырсақ, ол негізгі 3 бағытқа бөлінеді. Оқу сауаттылығы, ғылыми жаратылыстану сауаттылығы, математикалық сауаттылық. Зерттеудің әрбір жаңа циклында жаңа бағыттар енгізіледі. Қаржылық сауаттылық, мәселелерді шешу, жаһандық құзыреттер, креативті ойлау, цифрлық сауаттылық. Шын мәнісінде функционалдық сауаттылық түрлерінің саны әлде қайда көп және олар тікелей адам қызметінің нақты бір кәсіби аумағында қолданылады. Көркем еңбек пәні бойынша бөлімдер тақырыптарын оқу шеңберінде функционалдық сауаттылықтың негізгі бағыттарымен бірге басқа да түрлер қолданылады. Атап айтқанда, көркем сауаттылық, технологиялық сауаттылық, цифрлық сауаттылық, ақпараттық сауаттылық, математикалық сауаттылық, креативті ойлау, денсаулық саласындағы сауаттылық, қаржылық сауаттылық. Көркем еңбек оқу бағдарламасының мазмұны негізгі 5 бөлім бойынша материалды оқып білуді көздейді. Бірінші – визуалды өнер. Екінші – сәндік қолданбалы шығармашылық. Үшінші – дизайн және технология. Төртінші – үй мәдениеті. Бесінші – тамақтану мәдениеті. Әрбір бөлімнің тақырыбы мен қызмет түрлері функционалдық сауаттылықтың белгілі бір компоненттерін дамытуды көздейді. Мысалы, визуалды өнер бөлімін оқу кезінде мұғалім оқушылар бойында креативті ойлауды, көркемдік, цифрлық және ақпараттық сауаттылықты қалыптастырады. Сондай-ақ, функционалдық сауаттылықтың кейбір түрлері басқа бөлімдерде де қайталануы мүмкін екенін атап өту керек. Олардың әрқайсысын толығырақ қарастырайық. Көркем сауаттылық кеңістіктік көріністер мен бейнелі ойлаудың дамуына, сондай-ақ мәнерлі көркемдік құралдарды түсінуге ықпал етеді. Көркем сауаттылықты қалыптастырудағы негізгі мақсат
нақты бір қоғамда қалыптасқан олардың сипаты мен мақсаты туралы түсініктерге сәйкес оқушылардың бойында эстетикалық және көркемдік құндылықтар әлеміндегі бағдарлану жүйесін жасау мақсатында эстетикалық қабылдауды дамытуды көздейді. Ақпараттық сауаттылық. Қоршаған дүниенің ақпараттық ағымдарында бағдарлану, ақпаратпен жұмыс істеудің практикалық тәсілдерін меңгеру қабілетіне негізделген. Көркем еңбек сабағының әрбір типіне оқушыларға ақпаратты әртүрлі тәсілдермен көру, есту, сөйлеу арқылы берудегі белгілі бір құрылым тән. Ақпараттық сауаттылықты меңгеру. Ақпараттық қажеттіліктерді анықтау білігімен, ақпаратты тиімді іздеу үшін құралдарды таңдау және іздеу әрекеттерін жүзеге асыру білігімен, ақпаратты талдау, қайта өңдеу және пайдалану білігімен сипатталады. Креативті ойлау, инновациялық және тиімді шешімдер табу, білімді меңгеру және қиялды тиімді түрде білдіруге бағытталған идеяларды жасау, бағалау және жетілдіру процесіне нәтижелі қатысу қабілетін дамытады. Ақпараттық сауаттылық, цифрлық құрылғыларды қолдану білігі, заманауи технологияларды түсіну және оларды қауіпсіз әрі тиімді пайдалану. Сәндік қолданбалы шығармашылық және дизайн және технология бөлімдерін оқу кезінде технологиялық, графикалық, математикалық және қаржылық сауаттылық қалыптасады. Технологиялық сауаттылық технологиялық дағдыларды дамытуға негізделеді. Бұл сауаттылыққа оқушылардың белгілі бір құралдарды, материалдарды пайдалануды талап ететін іс-әрекеттерді орындау қабілеті. Сондай-ақ, әр түрлі жобалық бұйымдарды жасау үшін қажетті арнайы технологияларды қолдануы және сақтауы жатады. Қаржылық сауаттылық оқушылардың белгілі бір шығармашылық жұмыс орындар алдында бұйым жасау барысында қажетті материалдардың құнын есептеу барысында оның нарықтағы бағасын анықтау барысында қалыптасады. Тамақтану мәдениеті және үй мәдениеті бөлімдерін өткен кезде денсаулық саласындағы сауаттылық, экологиялық, тұрмыстық және қаржылық сауаттылық қабілеттері меңгеріледі. Тұрмыстық сауаттылық тұрмыста, ауыл шаруашылығында, өсімдік шаруашылығында және өндірісте қолданылатын заттар мен материалдарды сауатты пайдалану. Сонымен қатар, күнделікті өмірдегі практикалық міндеттерді орындау және адамның денсаулығына зиян тигізетін құбылыстардың алдын алу қабілетінің негізінде меңгеріледі. Үй мәдениеті бөлімін оқығанда, тұрмыстық сауаттылық қалыптастыру кезінде оқушылар тұрмыстық химия тауарлары, косметика, әртүрлі тазартқыш және жуғыш құралдар, бояғыштарды дұрыс пайдаланумен және олармен қауіпсіз жұмыс істеу тәсілдерімен танысады. Денсаулық сақтау саласындағы сауаттылық әдетте медициналық қызметтерге неғұрлым кең қолжетімділікпен және пайдаланумен, сондай-ақ денсаулық пен жақсы көңіл-күйді сақтаумен байланысты болады. Мысалы, тамақтану, қатынастар мен қауіпсіздік. Көркем еңбек пәнінің оқу бағдарламасына сәйкес оқыту барысы жобалау зерттеу жұмысынан құрылған, ол 3 негізгі бөлім түрінде беріледі. Шығармашылық идеяларды дамыту және зерттеу, шығармашылық жұмыстарды жасау және дайындау, таныстырылым, талдау және шығармашылық жұмыстарды бағалау. Енді көркем еңбек сабақтарында функционалдық сауаттылықтың белгілі бір түрлерінің қандай бөлімдер мен оқыту мақсаттары арқылы қалыптасатынын анықтап алайық. Көркем сауаттылықтан бастайық. Кестеден көркем сауаттылықтың көркем еңбек оқу бағдарламасының барлық 3 негізгі бөлімі арқылы іске асырылатыны анық көрінеді. Атап айтсақ, шығармашылық идеяларды дамыту және зерттеу, шығармашылық жұмыстарды жасау және дайындау, таныстырылым, талдау және шығармашылық жұмыстарды бағалау. Шығармашылық идеяларды дамыту және зерттеу бөлімі шеңберінде көркем сауаттылық қазақ ұлттық және әлемдік мәдениет өнері, қолөнер туындылары және дизайнының ерекшеліктерін зерделеуге және айқындауға бағытталған оқыту мақсаттарының көмегімен қалыптастырылады. Шығармашылық жұмыстарды жасау және әзірлеу санатында көркем сауаттылық аспектілері өнердің мәнерлік құралдарының көмегімен идеялары мен сезімдерін білдіруге және жеткізуге көмектесетін оқыту мақсаттары арқылы көрсетілген.
Таныстырылым, талдау және шығармашылық жұмыстарды бағалау қорытынды бөлімінде көркем сауаттылық шығармашылық жұмыстарды жасау үшін пайдаланылған әдістер мен тәсілдерді сипаттайтын және бағалайтын оқыту мақсаттарында көрсетілген. Көркем еңбек пәнінде ақпараттық сауаттылық шығармашылық идеяларды зерттеу және дамыту бөлімінде ұсынылған. Сауаттылықтың бұл түрі шығармашылық идеяларды зерттеу және дамыту үшін ақпарат көздерін өз бетінше таңдау және қолдау қабілетін дамытатын оқыту мақсаттары арқылы жүзеге асырылады. Технологиялық сауаттылық шығармашылық идеяларды зерттеу және дамыту бөлімінде әртүрлі табиғи және конструкциялық материалдарды, сондай-ақ олардың физикалық қасиеттерін зерттеу арқылы беріледі. Оқушыларға қол электр құралдары мен материалдарды өңдеу біліктері мен дағдыларын игеруге және дамытуға көмектесетін шығармашылық жұмыстарды жасау және әзірлеу бөліміндегі оқыту мақсаттары арқылы қалыптасады. Шығармашылық жұмыстарды жасау және әзірлеу бөлімінде, соның ішінде тамақтану мәдениеті бөлімінің тақырыптарын зерделеу кезінде оқыту мақсаттары денсаулық саласында сауаттылықты қалыптастырумен байланысты. Бұл мақсаттар дұрыс және ұтымды тамақтану ережелерін, тұрғын үйге қойылатын гигиеналық талаптар, тазалау аспаптары мен құралдары, эстетикалық және экологиялық қасиеттер және тағы басқаларын зерттейді және сипаттайды. Көркем еңбек сабақтарында қаржылық сауаттылықты қалыптастыру және дамыту оқушылар өз зерттеулерінің негізінде шығармашылық жұмысты орындау кезеңдерін, материалдық шығындарды, өнімнің өзіндік құнын, халықтың өнім түрлеріне қажеттілігін анықтаған кезде шығармашылық қызмет процесін жоспарлау сатысында жүреді. Құрметті әріптестер, әрі қарай функционалдық сауаттылықты дамытуға бағытталған кейбір тапсырмаларды қарастыруды және талқылауды ұсынамыз. Оқытудың қоршаған ортаның ассоциативті мағынасы мен визуалды сипаттамасын зерделеу және анықтау оқу мақсатын іске асыру мысалын қарастырайық. Бұл тапсырма бейнелеу өнерінің көркем туындыларын зерттеуге бағытталған. Оқушыларға осы шығармаларда автор ұсынған тұжырымдамаларды жақсырақ және тереңірек түсінуге мүмкіндік береді. Осы тапсырма негізінде оқушыларға қазақстандық суретші Әбдірашит Сыдыхановтың еңбек көркем туындысын талдау жасауға болады. Ол үшін келесі сұрақтарға жауап беру қажет. Бірінші сұрақ: суреттің композициясы қандай? Суретші сызық, текстура, пішін, реңк, түсті қалай қолданған? Екінші сұрақ: сурет қалай туындады? Суретші не істеді? Қандай әдістерді қолданды? Оған қанша уақыты кетті? Үшінші сұрақ: осы өнер туындысының бағыты қандай? Суретші сезімін немесе эмоциясын қалай білдірді? Төртінші: суретте не болып жатыр? Ол не туралы? Индустриялық пейзаждың неліктен индустриялық дәуірде ғана даму алғанын түсіндір. Суретшілер өз еңбектерінде индустриялық пейзажды бейнелей отырып, қоршаған ортаның қандай мәселелерін қозғайды? Бұл тапсырма өз кезегінде әлеуметтік белсенді, шығармашылық тұрғысынан ойлайтын тұлғаны қалыптастыруға, әрі көркемдік және экологиялық сауаттылықты дамытуға көмектеседі. Тапсырма оқушылардың құзыреттілігін дамытуға ықпал етеді. Атап айтқанда, құбылыстарды ғылыми түсіндіру, деректерді түсіндіру және қорытынды алу үшін ғылыми дәлелдемелерді пайдалану. Сондай-ақ жоғары тәртіптегі дағдылар, талдау және синтездеуді дамытады. Бұл слайдта денсаулық саласындағы сауаттылық, яғни денсаулыққа қатысты ақпаратты түсіну және дамытуға бағытталған компонентін көруге болады. Проблемалық тапсырмаларды қолдану функционалдық сауаттылықты дамытудың құрамдас әдістерінің бірі. Проблемалық жағдаят нақты, мазмұнды және өзекті болуы керек.
Мысалы, 5 сыныпта сабақтың дұрыс тамақтану негіздері, мәзір жасау тақырыбын зерттеу кезінде оқыту мақсаттарын іске асыруда проблемалы жағдаятты қарастырайық. Дұрыс және тиімді тамақтану ережелерін зерделеу және сипаттау. Шығармашылық идеяларды зерттеу мен дамыту үшін ақпарат көздерімен жұмыс істеу. Дұрыс және тиімді тамақтану мәзірін құрастыру. Проблемалы жағдаят. Отбасы бірнеше адамнан тұрады. Ата-анасы жұмысқа кетті. Түстенетін уақыт келді. Үйде Асқар бар. Ол 11 жаста. Әжесі 70 жаста. Және оның артериялық қан қысымы көтеріңкі. Және кішкене қарындасы бар. Ол 4 жаста. Асқар проблемалық жағдаятты шешу үшін келесі сұрақтардың жауабын табу керек. Бірінші, онлайн қолданба арқылы түскі асқа қандай тамақ тапсырыс беруге болады? Екінші, жылдам тамақтану нүктелерінен тапсырыспен алынған тамақты әжесі мен қарындасы үшін дұрыс және пайдалы тамақ деп есептеуге бола ма? Әріптестер, бұл өмірлік оқиға шынайы өмірде кез келген оқушыға көмектесуі мүмкін. Проблемалық жағдайды айқын көрсетеді. Сол себепті бұл проблемалық жағдай денсаулық саласындағы сауаттылықты, сондай-ақ ақпараттық және қаржылық сауаттылықты дамытуға көмектеседі. Келесі слайдта сіздермен бірге осы тапсырманы орындаудың бір мысалын қарастырамыз. Оқыту мақсаттарын іске асыру үшін Асқар әжесі мен қарындасының және өзінің ұнататынын ескере отырғанда, түскі асқа тапсырыс беретін тамақ түрлерін таңдау үшін алдымен дұрыс және тиімді тамақтану ережелерін зерделеу және сипаттау, шығармашылық идеяларды зерттеу және дамыту үшін ақпарат көздерімен жұмыс істеуі қажет. Оқу мақсаттарының аясында төмендегі сұрақтарға ақпарат көздері арқылы жауап іздеуі қажет. Бірінші, онлайн қолданба арқылы түскі асқа қандай тамаққа тапсырыс беруге болады? Екінші, жылдам тамақтану нүктелерінен тапсырыспен алынған тамақ әжесі мен қарындасы үшін дұрыс және пайдалы тамақ болып есептеле ала ма? Асқардың осы сұрақтарға жауап беру үшін не істеуі қажет? Біріншіден, ол дұрыс және теңдестірілген тамақтану ережелерін үйренуі керек. Бұл тапсырманы орындау үшін сіз әртүрлі көздерді қолдана аласыз. Мысалы, интернет, онлайн мектеп сияқты оқу электронды ресурстары. Ақпарат көздерін қолдана отырып, ол дұрыс тамақтануға байланысты тағамдарды анықтауы қажет. Асқар салауатты және ұтымды тамақтану ережелерін зерттегеннен кейін, дұрыс тамақтануға байланысты тағамдарды анықтағаннан кейін, ол осы тапсырманың келесі кезеңіне өтуі мүмкін. Асқар дұрыс және тиімді тамақтану ережелерін зерттеп, дұрыс тамақтануға қатысты тағамдарды анықтағаннан кейін, ол осы тапсырманы орындаудың келесі кезеңіне өте алады. АКТ дағдыларын қолдана отырып, Асқар үйге тамақ жеткізетін компанияларды онлайн қолданбалары мәзірін зерттейді. Тағамдарды таңдайды және онлайн төлем жасайды. Әртүрлі тамақтану нүктелерінің мәзірін қарағанда, ұсынылған барлық тағамдар өте жоғары калориялы және көп мөлшерде килокалория бар екенін көруге болады. Бірақ Асқарға әжесі мен қарындасына сай келетін тағамдар қажет. Асқар тағамның құрамын қарауы керек. Көріп отырғанымыздай, осы тапсырманы орындау арқылы қаржылық сауаттылық компоненттері де қалыптасады. Атап айтсақ, онлайн қолданбалар арқылы төлем құралдарын пайдаланудағы тәуекелдерді білу және түсіну. Күнделікті өмір жағдайында қаржылық шешімдер қабылдай білу. Енді функционалдық сауаттылықтың бір жоба шеңберінде қалай іске асатынын анықтап алайық. Мысал үшін, 8 сыныпты ұлдарды алайық. Бөлім атауы дизайн және технология. Тақырыбы үстел ойындары. Бұл жобада функционалдық сауаттылықтың 4 түрі қалыптасады. Ақпараттық сауаттылық, шығармашыл ойлау, технологиялық сауаттылық, цифрлық сауаттылық, ақпараттық сауаттылықтан бастайық.
Ақпараттық сауаттылық үстел ойынын құрастыру туралы шығармашылық идеяларды зерттеу және талқылау кезінде қалыптасады және дамиды. Оқушылар ақпарат көздерімен жұмыс істеуді, мақсатты аудиторияның әртүрлі топтары үшін зерттеу мәселелерін сауатты тұжырымдауды, деректерді кесте, график және қорытынды түрінде өңдеуді үйренеді. Ақпарат алу әдісі ретінде оқушылар мына зерттеу құралдарын қолданады: анкета алу, сауалнама, сұхбат, бақылау. Көркем еңбек сабақтарындағы ақпараттық сауаттылықтың ерекшелігі оның қайталануында, яғни жаңа өнімді жасау арқылы оқушылар үнемі ақпараттық сауаттылық дағдыларын қолданатын болады. Бұл слайдта орындалған тапсырманың мысалын беріп отырмыз. Мұнда қандай сұрақтар алынғанын, зерттеу әдістері таңдалғанын және осы тақырыпты зерттеуге қандай мақсатты топтар қатысқанын байқай аласыз. Нақты бір мақсатты аудиторияға бағытталған сауатты тұжырымдалған сұрақтарда атап өткен өте маңызды. Мысалы, зерттеу сұрағы: сіздің сүйікті кейіпкерлеріңіз қандай? Зерттеу әдісін сауалнама түрінде жүргізуге болады. Мақсатты аудитория 6-7 жастағы мектеп жасына дейінгі балалар. Нәтижесінде оқушылар осы мақсатты аудитория үшін қазақ батырларымен, Марвел супер қаһармандарымен және Дисней мультфильмдерінің кейіпкерлерімен байланысты үстел ойындарын жасай алады. Бұл слайдта зерттеу нәтижелері дөңгелек диаграммалар түрінде көрсетілген. Әрбір мәселе бойынша ақпаратты нақты түсіну және дәл жинау үшін сауалдамада көп дегенде 3 нұсқа беру ұсынылды. Байқағанымыздай, соңғы сұрақ жеке зерттеуге бағытталған. Диаграммадан барлық 3 нұсқа шамамен бірдей дауыс жинағанын көруге болады. Бұл жағдайға қарап, логикалық тұрғыдан жақсы сәйкес келетін ойын алаңының түрін таңдау керек. Креативті ойлау көркем еңбек сабақтарындағы функционалды сауаттылықтың негізгі түрлерінің бірі болады. Бұл тапсырмада оқушылар үстел ойынының дизайнын және оның барлық негізгі компоненттерін жасауы керек. Кез келген дизайнерлік жобадағыдай, оқушылар бірнеше нұсқаны орындауы қажет. Әрбір нұсқа ерекше және қайталанбайтындай болуы тиіс. Осы тапсырманы орындаудың мысалын көріп отырсыздар. Оқушылардың үстел ойынының барлық элементтерін қалай жан-жақты көрсететінін байқаймыз. Келесі тапсырма біріншісінің жалғасы болып табылады және сол оқу мақсаты арқылы жүзеге асырылады. Мұнда оқушылар үстел ойынының дизайн ерекшелігін жасау керек. Басқаша айтқанда, технологиялық сауаттылықты дамытуға бағытталған тапсырма деуге болады. Оқушыларға дизайн ерекшелікті жасау кезінде олар алынған зерттеу нәтижелеріне сүйеніп, дайындалатын өнімнің функционалдық, эргономикалық және техникалық талаптарын ескеру керек. Әрбір критерий егжей-тегжейлі жазылып, алдағы уақытта барынша жүзеге асырылуы керек. Бұл жобадағы технологиялық сауаттылық графикалық және технологиялық құжаттар сериясын жасау арқылы қалыптасады. Оқушылар эскизді жасағаннан кейін, олар барлық өлшемдерді қолдана отырып, оның сызбасын орындауы керек. Содан соң оның ақыр соңында қалай көрінетінін түсіну үшін, көрнекі болу үшін техникалық сурет салу керек. Қорытынды кезең технологиялық картаны жасау болып табылады. Онда қолданылатын материалдар мен аспаптарды қоса алғанда барлық дайындау процесі сипатталған. Мысал ретінде шахмат фигуралары мен ойын сүйегі алынған. Көркем сауаттылықты қалыптастыратын келесі тапсырма үстел ойынының элементтерін жасау арқылы жүзеге асырылады. Онда оқушылар алдыңғы оқу жылдарында алған білігі мен дағдыларына сүйене отырып, қол және электрлік құралдардың қайсысын қолданатынын және көркемдік әрі механикалық өңдеудің қандай әдістерін қолданған дұрыс екенін айтады. Алдарыңызда қол электр құралдарын қолдана отырып, ойын элементтерін жасаудың кейбір әдістері, сондай-ақ көркемдік өңдеу әдістері көрсетілген. Көрнекі болу үшін жаяу жүрушілер, ходилки-бродилки үстел ойынының ойын алаңын құрастыру туралы шағын бейне үзіндісін көрейік.
Көркем еңбек пәнінің әрбір бөлімі дайын жұмыстардың презентациясымен аяқталады. 8 сыныптан бастап оқушылар көлемді аудиторияны тарту үшін әлеуметтік желілерде және онлайн форумдарда жұмысын ұсынып отырады. Ол үшін олар өздерінің ерекше үстел ойындарын құрастыру процесін баяндайтын бейнені дайындайды және әр түрлі графикалық редакторлардың көмегімен жарнамалық өнімдер жасайды. Оқу әрекетінің бұл түрі цифрлық сауаттылықты қалыптастыруға және дамытуға белсенді ықпал етеді. Ол үшін олар әр түрлі графикалық редакторлардың көмегімен жарнама өнімдерін постер түрінде жасай алады. Тақта ойындарының презентациясын мектеп, қала және облыс ішінде үстел ойындары фестивалі түрінде өткізуге болады. Мұнда барлық мектеп оқушылары үстел ойындарын ұсына отырып ойынның түрін кең аудиторияға танымал ете алады. Шығармашылық тәсілдің бұл түрі ерекше назар аударады және көптеген адамдарды тартады. Әрі қарай сіздердің назарларыңызға өз шеберліктерін айқын көрсететін және өзіндік шығармашылық қабілеттерін дамыту және қалыптастыру мақсатында оқушыларға шабыт көзі болатын Назарбаев зияткерлік мектебінің мұғалімінің шеберлік сыныбының видеофрагментін ұсынамыз. Шығармашыл оқушылардың дамуы көп жағдайда мұғалімнің жеке шығармашылығына байланысты. Құрметті әріптестер, ұсынылған презентацияда функционалдық сауаттылық түрлерін қалыптастыруға және дамытуға бағытталған тапсырмаларды қарастырдық. Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, мен қазіргі қоғамға білімді, іскер, ұтымды ойлайтын, социумға оңай бейімделетін, таңдау жағдайында өз бетінше жауапты шешімдер қабылдай алатын адамдар қажет екендігіне назар аударғым келеді. Функционалдық сауаттылықты қалыптастыру процесі дәйекті екенін және шындыққа байланған әрі жүйелі болып қана қоймай, әр түрлі өмірлік деректер мен проблемалық жағдайларды қамтитын тапсырмалардан тұратындығына тағы бір назар аударғым келеді. Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін.